Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге осындай керемет болып пісетін кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай және қарапайым. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Мінекей достар, бізге керекті азық-түліктер. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз және үстіне қантты салып, жақсылап жұмыртқамыздың түсі ағарғанша миксерлейтін боламыз, яғни венчикпен араластырсаңыздар да болады. Содан кейін жылы сүтімізді құямыз және сұйық майымызды құйып араластырамыз. Содан соң ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнды осылай шетінен қасықпен 2 бөліп, 3 бөліп араластыра отырып салыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз біркелкі, арасында түйіршігі болмай әдемі болып шығатын болады. Және міндетті түрде қамыр қопсытқышты салуды ұмытпаңыздар. Мінекей, енді қалған ұндарымызды да осылай шетінен қасықпен сала отырып араластырып қосатын боламыз. Мінекей достар, біз ұнымызды салып болдық. Қамырымыздың сұйықтығы осылай болады, яғни қатты қою емес, ондай қатты сұйықта болмайды. Енді әрі қарай осылай кекске арналған гелевый формаларымызға біз қамырымызды құятын боламыз. Қамырды тек толтырмаймыз, 2 қасықтан құйып шықсаңыздар болады. Мінекей достар, қамырымызды осылай барлығын құйып шықтым. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Кекстеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым, үйдегі қолжетімді азық-түліктерден жасалады. Міндетті түрде әзірлеңіздер және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.